Бәріне достар, сіздермен бірге мен Кейзет Коркасы және бүгін біз Фудкрафт 17-дің екінші бөлімін түсіретін боламыз. Достар, бүгін біз Фудкрафт жалғастырамыз. Енді біз ең соңғы тұрған соны таңдайық. Капитан біздегі капитан, әрине біз бүгін капитаннан енді бүгін біз Левандовскийді алайық. Ал енді оның артқы жақтарында жүретін Эриксенді алайық. Ал енді оның жанында жүретін Лионель Месси. Тотти качкай, достар. Осы Тотти качканы жақсы көрген достар. Тотти, ал мына жерде Хазард. Достар, Иско шықты. Әрине мен Исконы таңдаймын. Бұл жерде бәрі бірдей, сондықтан Ла Лига ойыншысы деп таңдап жүрейік. Біз Луис таңдап жүрейік. Мустафиді таңдай салайық. Кимишті таңдай салайық. Жалет таңдай салайық. Енді ең маңызды бұл әрине қақпашы. Бұл қақпашы Руфьер таңдайық. Звенидің мықты ойыншысы Звени. Сакко. Касемиро. Даниэл. Достар, бұл жерде әрине мен Кейнді таңдаймын. Енді соңғы бұл жерде әрине мен Каваниді таңдаймын. Өте мықты барады. Келар Навас. Бұл жерде кім шығады? Бұл жерде Толиссоны таңдайық, достар. Өткен видеода көк жинасыздар. Рафиня. Ұмытыла беріңіздер бұл жерде. Енді біз замендерді ауыстырайық. Каваниді Эриксеннің орнына шығарайық. Ал мынаны шикіл ақпашының орнына шығарайық. Рафиняны мына жерге шығарайық. Касемироны мына жерге шығарамыз. Мына жерге шығарамыз. Кейінді біз мына жерге шығарамыз. Болды, достар, кетті олай болса. Жұтсек шығып тұр. Біз кім ойнаймыз? Қараймыз, достар. Қараймыз, өткен өтіп қалған. Осыдан еккелі нөлі бірген нөлі үшкен өмірдалатын сияқтымыз. Достар, бірген өмірдалып қалдық. Ничего. Барат. Жақсы ойнаваттыр. Бүгін жасар жолымыз болмай қалды. Бүгін жолымыз болмады, достар. Достар, сіздерге көп рахмет. Лайк басып қана тіркеп атқандарыңызға. Бұл видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау саламатты болыңыздар, достар.